Саламатсыздарбы студенттер, бүгүнкү сиздермен жаңа тақырыбымыз теннисчилердин дене дайындыгынын негизги багыттары және бақылау сынамалары. Теннисчилердин дене дайындыгынын негизги багыттары мен бақылау сынамалары спортчулардын физикалык кабилеттерин жетилдирүүгө багытталган. Теннис бул жылдамдыкты, күчтү, төзүмдүүлүктү, икемдүүлүктү, координацияны және стратегияны ойлоо кабилетин талап этетін спорт түрү. Сондықтан теннисчилердин дене дайындыгы кең ауқымды болып табылады. Оны бірнеше негізгі бағыттарға бөліп қарастыруға болады. Теннисчилердин дене дайындыгынын негизги багыттары жылдамдык пен күчтү дамытуу, төзүмдүүлүктү дамытуу, икемдүүлүктү дамытуу, тепе-теңдик пен координацияны дамытуу және калпына келтирүү мен жаракаттан алдын алуу багыттары негизги багыттары болуп табылады. Жылдамдык пен күчтү дамытуу, яғни теннис ойынында жылдамдык өте маңызды, себеби спортчу жиі серпинди кыймылдар жасап, карсыластын соккуларына жооп береді. Жылдамдыкты дамытуу үчүн түрлүү спринттер, жылдам козгалыш жаттугулары, реакцияны жаксартатын жаттугулар пайдаланылат. Күчтү дамытуу үчүн ауыр атлетика, секирүү жаттугулары, кошумча күч жаттугулары, мисалына айтабыз схват, өсүү және тартуулар колдонулуу мүмкүн. Теннисчиге кажет күч әсіресе оның каркынды кыймылдары мен күчтүү соккулар жасоо кезинде өте маңызды. Келесі бизде төзүмдүүлүктү дамытуу. Теннис матчтары көп убакыт болады және үнемі козголуш пен күч жумшооду талап этеді. Сондықтан төзүмдүүлүк өте маңызды. Кардио жаттугулар, жүгүрүү, велосипед, жүзүү аркылуу жүрек кан тамыр жүйесін жетілдіріп, бұлшықет төзімділігін арттыру керек. Әр түрлі интервалды жаттуғылар, мысалы 30 секундқа жоғары қарқынды жаттуғылар, сосын 1 минут демалу. Төзімділікті жақсарту үшін өте тиімді келетін жаттуғылардың бір түрі болып табылады. Келесі бізде икемділікті дамыту. Икемділік дененің қозғалыс ауқымын кеңейтеді және жарақат алу қаупін төмендетеді. Теннис кезінде түрлі бағытта жоғары төмен қимылдар қажет болғандықтан дененің барлық бөлігін созатын жаттығулар мен стретчин өте маңызды. Икемділікті дамыту үшін динамикалық және статикалық стретчтин жаттығулары керек болып табылады. Яғни аяқтарды, арқаны, мойынды созу тиімді болып келеді. Келесі бізде тепе-теңдік пен координацияны дамыту. Теннистегі қозғалыстар көп жағдайда секірулер мен жоғары жылдамдықта орындалады. Сондықтан тепе-теңдік және дене бөліктерінің координациясын дамыту қажет. Бұл мақсатта арнайы жаттығулар, мысалы бір аяқпен тұрып, түрлі қимылдарды орындау, скауттар мен дөңгелектермен жұмыс жасау пайдалы. Яғни платформада жаттығулар, мысалы басу немесе баланс тақталары да тиімді болып келеді. Өйткені тепе-теңдік соққыны, үлкен теннисте соққыны жасау кезінде ары немесе екі жаққа қарай жүгіріп отырады. Сол уақытта топқа жету үшін секіріп ұруы да мүмкін. Сол уақытта тепе-теңдікті, аяқты дұрыс қоя білуі, соның барлығы керек болып табылады. Осындай жаттығулар арқылы, баланс тақталары арқылы ойын барысында ешқандай қиындықсыз соққы жасай алады. Келесі бізде қалпына келтіру және жарақаттан алдын алу. Теннис кезінде жиі қозғалыстар мен күш түсетіндіктен бұлшықет жүйесінің қалпына келу маңызды. Сондықтан қалпына келтіру жаттығулары, яғни массаж, суық, ыстық ванналар мен стретчин жаттығулары қажет. Жарақаттарды болдырмау үшін дұрыс техника мен соққылар жасау, денені дұрыс жылыту және суықтан кейін қалпына келтіру өте маңызды болып келеді. Бақылау сынамалары, яғни теннисшілердің дене дайындығын бақылау үшін әртүрлі сынамалар мен тесттер қолданылады. Бұл сынамалар спортшының
физикалық қабілеттерін анықтап жаттығулардың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Теннисшілерге арналған негізгі бақылау сынамалары жалпы жылдамдықты тексеру сынамасы, төзімділік сынамасы, күш пен қуатты тексеру сынамасы, икемділікті тексеру сынамасы, тепе-теңдік пен координация сынамасы болып табылады. Жалпы айтатын болсақ, теннис тек физикалық күш пен шапшаңдықты ғана емес, сонымен қатар ойлау қабілетін, стратегияны талап ететін спорт түрі. Бұл ойын адамды тәртіпке, төзімділікке, жеңіске деген жігерді баулиды. Теннис арқылы салауатты өмір салтын ұстанып, өзін жан-жақты дамытудың тамаша мүмкіндігі бар. Жалпы ойынға келетін болсақ, үлкен теннис бұл өте физикалық күшті талап ететін спорт түрлерінің бірі болып табылады. Ойын барысында мысалы қарсыластың соққысы әртүрлі күшпен келуі мүмкін. Сағатына 100-110 одан да жоғары жылдамдықта доп келуі мүмкін. Сол допты қарсы қайталап соққы жасау, бұл әрине физикалық күшті талап ететін спорт түрі. Бір ойын 1 сағаттан кем болмайды. 1 сағат, 2 сағат, кемі мысалы мықты ойыншылар кездессе 3 сағатқа дейін ойын жалғасады. Әрине 3 сағат бойы ойнау бұл өте қиын және сол үшін физикалық күш талап етілетін ойындардан бірі болып табылады жалпы. Сол үшін әрине физикалық күшті дамытуымыз керек. Қолға арналған, аяққа арналған жаттығуларды көбірек жасауымыз керек. Өйткені соққының баруы тек қана қолға емес, аяқтың іс-әрекетіне де байланысты. Әр спорт түрінің жалпы өзінің қиындықтары бар деген сияқты. Теннисте олда да физикалық күшті талап ететін бір өзінің қиындық қабілеттері керек болып табылады. Сол үшін барынша физикалық күш, шапшаңдылық жаттығуларын ғана емес, басқа қабілеттерді, яғни стратегияны талап ететін. Өйткені қарсыластың ыңғайсыз жағынан немесе үлкен теннисте скидка тастау, солардың барлығын үйрене біліп, қарсыласты оңай жолмен жеңудің әдіс-тәсілін табуымыз керек болып табылады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.